Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен балаң жарық күнде сәуле қуған» бөліміндегі Оралхан Бөкейдің «Тортай мінер Ақбозат» шығармасы. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Бағалау критерийі: әдеби шығарманың жанрын, фабуласы мен сюжетін анықтайды. Енді алдымен әдебиет теориясына тоқталып өтейік. Жанр, фабула, сюжет деген нені білдіреді? Жанр француз тілінен аударғанда өнердің барлық түрлерінде тарихи қалыптасқан іштей жіктелім жүйесі. Фабула бұл латын тілінен аударғанда әңгімелеу, баяндау, тарихтап айтып беру, көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау екен. Сюжет дегеніміз өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, біртұтас желісі. Енді осы ұғымдардың ішінде жанрға тереңірек тоқталып өтейік. Жанр өзара үшке бөлінеді екен: эпостық жанр, драмалық жанр, лирикалық жанр. Эпостық жанр оқиғаны баяндау арқылы өмір шындығын көрсетеді. Кейіпкерлердің іс-әрекеттері өмірдегі шынайы болмыс қалпында бейнеленеді. Автор баяндап жеткізуші ретінде көрінеді. Жанрдың шығу тегі ауызша поэзияда халықтық жырдан бастау алған. Жазба әдебиетінде эпостық жанрдың роман, повесть, әңгіме сияқты түрлері және сюжетті поэманың жаңа түрі пайда болды. Драмалық жанр шығармаға арқау болатын өмірлік, тартыс, оқиға, ал оқиғаның барысы қалай дамитыны кейіпкерлердің сөйлеген сөзінен аңғарылады. Бұл жанрдың негізгі түрлері: трагедия, комедия, драма ерте дәуірде қалыптасып, театр өнерінің дамуына байланысты кейін жаңа сипат белгілерімен толықты. Лирикалық жанр адамның әртүрлі құбылыстарды қалай қабылдап көрсететінін бейнелеу, оның сезімі алған әсерін суреттеу арқылы көрсетіледі. Лириканың басты сипаты ақынның тұлғасын бейнелейді. Қазіргі поэзияда лирикалық шығармаларды топтап жіктегенде саяси әлеуметтік лирика, көңіл-күй лирикасы, табиғат лирикасы және тағы да басқа түрлері бар екен. Міне балалар, біз сіздермен сюжет, фабула, жанр деген не және жанрдың өзара ішінде қандай түрлері болатынын білдік. Енді бүгінгі сабақ бойынша тапсырмаға мән береміз. Тортай мінер Ақбозат шығармасынан алынған үзінділерді оқып, шығарманың жанрын, фабуласы мен сюжетін анықтайсыздар. Тапсырманың дескрипторы: шығармадан алынған үзінділерді оқиды, мазмұнын түсінеді, жанры мен сюжетін, фабуласын анықтайды. Енді үзінділерге тоқталайық. Тортай мінер Ақбозат. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын, бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жаймашуақ сәтінде төбеңнен көкпеңбек болып төңкеріліп тұрар аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар Тортай атты бала болушы еді. Әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузына шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар, бала болып көп ойнамайтын, жасқаншақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі, таңертеңнен кешке дейін баса алмай кітап оқи беретін. Қолына не тисе, соны талғамсыз оқитын Тортай ортамыздағы білгішіміз, аузымызды ашып тыңдар абызымыз сықылды. Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып, ұрсып қуып жіберіпті. Салық салғанның шарбасындағы қалың тас қорымның үңгіріне кіріп, от жағып отыр екен. Мені көрген соң қуанып қалды. Тортай тас күркені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрында осы жерге сан рет келіп, мекеніне айналдырған секілді. Қайран қалдым. Ағаштан қиып нар жасап, үстіне шөп төсеген. Өзіне тиеселі кітаптар әбден көп оқылғандықтан жемтір болып бір бұрышта жиналып тұр. Төр алдына ешкінің терісі төселген. Мен сол түні Тортайдың жанында болдым. Ол жетім бала туралы ертегі, өз қиялындағы Ақбозат туралы көп айтты. Кітапты көп оқығандықтан көп нәрсе білетін.
Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым, қиналдым, өзімен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты: мен үшін де оқы, бәлкім мен міне алмаған ақбоз атқа сен мінерсің. Елге енді бір рет барғанымда естідім: Тортай үйленген, 2-3 баласы бар, қой бағады екен. Былтыр жазда демалыс алып ауылға тағы бардым. Түске жақын жұмсақ диван үстінде шалқамнан түсіп серейіп газет оқып жатыр едім. Алдыңғы бөлменің есігі әндетіп ашылды да, әлдекім кіргендей болды. Көрші қолаңның бірі шығар деп аса мән бере қойғаным жоқ. Әйтеуір шешеммен сөйлесіп отырды. Әңгіме күңгірлеп еміс-еміс естіле берген соң, есіме баяғы бір қоңырын түсіп, еріксіз құлағымды түрдім. Келген Тортай екен. Мен сұлап жатқан орнымнан белім кеткендей тұра алмадым. Шынымды айтсам, ұялдым, Тортайдан ұялдым. Батылым бармады, бет жүзім шыдамады. Сонда ғана менің есіме баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталатын ертектің қалай аяқталы оралды. Осылай аяқталады екен ғой, осылай. Тортай мінер ақбоз ат менің тақымымда кеткенде еді. Есіне қайтаруға тым кеш еді. Оқушылар, біз сіздермен Тортай мінер ақбоз ат хикаятының үзінділерін оқып шықтық. Енді дескрипторға сәйкес жанрын, сюжетін, фабуласын анықтаймыз. Шығарманың жанры: шығармада өмір шындығы оқиғаны баяндау арқылы көрсетілген. Оқиғалар, кейіпкердің іс-әрекеттері өмірдегі болатын объективті болмыс қалпында алынып, бейнеленген. Жазушы баяндап жеткізуші ретінде көрінеді. Жоғарыдағы жанр бойынша теорияға сүйенер болсақ, шығарма эпостық жанрға жатады. Соның ішінде түрі жағынан әңгіме екенін дәлелдеп тұр. Нақты айтқанда, көлемі жағынан қысқа болғандықтан, бұл шығарманың жанры әңгіме. Шығарманың фабуласы: жаздың ыстық мезгілі. Ауыл балалары үлкендердің жанында бұзау бағып, үлкендерге көмек береді. Ауылдың қыз-келіншектері жұмыстан кейін сауық құрып, отбасында ән айтады, шаршау дегенді білмейді. Ауыл балаларының ішінде Тортай атты ересектеу, құлағының мүкісі бар бала бар. Ол жетім, ата-анасынан ерте айырылған. Кітапты көп оқиды, болашақта жазушы болғысы келеді. Өзі алыс тумасының үйінде тұрады. Тортай Орашты ерекше жақсы көреді. Ораш та оған барынша көмек береді. Үй ішіндегілер Тортайды қуып жібергенде, Ораш оны іздеп тауып алып, тас үңгірде жанына қонады. Оған тамақ тасиды. Түнде Тортай өз қиялындағы ақбоз атты әңгімелейді. Күзде ауыл балалары сияқты мектепке бара алмай, Тортай тауда өгіз бағып қалады. Ораш оқуға кетерде, Тортай оған кітап беріп, өз қиялындағы міне алмаған ақбоз атқаОраштың мінуіне тілек білдіріп шығарып салады. Үлкейген соң ауылына демалысқа келген Орашқа ескі досы Тортай амандаса келгенде, Ораш оны үйде жатып даусынан таниды. Алайда оған шығуға дәті бармайды. Тортайдың мінер ақбоз аты өзінің тақымында кеткендей сезімде болады. Тортайдың бала күнінде айтатын ертегісінің соңы немен аяқталатыны Орашқа енді жеткендей болды. Шығарманың сюжеті: табиғат суреті, ауылдың қыз-келіншектерінің жұмыстан кейінгі демалысы, ауыл балалары және жетім бала Тортай, тас үңгірдегі тіршілік, Тортайдың қиялындағы ақбоз ат, күзде мектепке тартылған ауыл балалары, Тортайдың Орашқа сыйлығы, ескі досына амандаса келген Тортай,Ораштың тақымында кеткен ақбоз ат. Оқушылар, біз бүгінгі сабақта Тортай мінер ақбоз ат шығармасының жанрын, фабуласын, сюжетін анықтадық. Шығарма кім туралы, ондағы оқиғалар желісі қалай жалғасын тауып, немен аяқталғанын түсіндік. Оқу тапсырмасы: шығарманың кейіпкері Тортайға хат жазу. Тапсырманың дескрипторы хат құрылымын сақтайды, шығармадағы Тортайдың басынан өткен жағдайларды ескереді. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.